Армысыздар, құрметті қонақтар. Бір қошеметтеріңіз. Жарық еткен жаңа жұлдыздардың керемет кешіне, керемет концертіне қош келдіңіздер. Бүгін біз өмірдің сан сынағына қарамай, жүрегіндегі нұрын өшірмей, өнерімен үлгі бола білген жандарды қарсы алу үшін жиналып отырмыз. Мүмкіндігі шектеулі болса да, арманы шексіз, рухы биік, өмірдің жарқын жұлдыздары, гүл өмірдің жұлдыздары, бүгінгі жарық еткен жарық жұлдыздар, бүгінгі кештің басты өнерпаздары. Олардың әр қайсысы жігердің, қайсарлықтың, батырлықтың өмірге деген құштар махаббат сезім, махаббаттың символы. Өздеріңіздің ыстық ықылас бар қошеметтеріңізбенен керемет кешімізді өмір сынағына мойымай жүрегіндегі сырды өлеңге айналдырған ерекше талант иесі Бағдат Ханқызы Лаураны мүмкіндігі шектелгенмен өмір шексіз өлеңіменен сахна төріне шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Шектелгенмен мүмкіндікті берер Алла адамға, мүмкіндігі шектеулі ғаламда. Шектелгенмен мүмкіндігім түрлі ой, орын алған шүкір деймін санамда. Алла сынар түрлі амалмен адамды, көрсетеді жақсы менен жаманды. Кейбіреудің естімейді құлағы, кейбіреуден алған мәңгі жанарды. Деген менен жүрек берген оларға, мүгедек жан көп қой біздің қоғамда. Көмектесіп, қолды созу адамдық, мейірімге зәру жан ғой оларда. Мен де түстім сынағына Алланың, екі аяқтан тік тұрып жүру менің арманым. Емделумен дауа іздеп дертіме атып жатыр 5 жыл бойы әр таңым. Дені саудың тәжі болар басында, сау ояну бақыт екен расында. Мүмкіндігі шектелгендер отыр ғой, шипа сұрап, бір Алладан осында. Көкейлерде тұр алапат толғаныс, Алла өзі бізге пана дәлім қорғаныш. Жүрек мүмкіндігім шектелсе де жүректе сарқылмайтын жігерім бар толған күш. Біз қоғамның ажырамас бөлшегі, жандарымыз біз түсірмеген еңсені. Емді алып дертке дауа табылса, өмірдің де ұзармай ма өлшемі? Жабырқаймыз, кейде біздер күлеміз, қолдау бар жандар барын білеміз. Ғажайыбын жаратқаннан армандап, әрекетпен бұл жалғанды сүреміз. Қадірлейік денсаулықты әрдайым, тағдырласқа өлеңімді арнадым. Мерекемен құттықтаумен сіздерге арнау өлең жүрегімнен жолдадым. Үміт үзбей жүрекші өмірден, сынақтар көп, білем көзге көрінген. Әр түнектің артында бір жарық бар, қолдау пенде әрбір тәңірден.
қиындықпен келеді, Алла өзі шешімін де береді. Бұл өмірден түңілу ол жол емес, мықты болу пенделерге керек. Құрметті қонақтар, бүгінгі жарқ еткен жарық жұлдыздар кешіне қош келдіңіздер. Сіздердің құрметтеріңізге келесі жалған өмір-ай әнін қабыл алыңыздар. мұғалмаған, сырдың гүлі, сыр бұлбұлы, өнерпаз, жүрегінде ақындық оты жалындап тұрған Лаура ханымға қошеметтеріңіз. Ардақты ағайын, бұл өмір. Әр адамның сынағы әртүрлі. Адам керуен, өмір жол, ешкімге жол емес, жол менен жүрген керуеннің алды арты біз емес. Еш уақытта ән айтудан ерінбеген, мұңайғаны көрінбеген, арбаға жегілгенмен сынақта жеңілмеген сыр бұлбұлы, керемет күміс дауыстың иесі, бұрынғы сыр сұлуы ансамблінің кереметтей мүшесі, сегіз сердің әні гауһар тасты
орындасын деген ізгі ниетпенен өздеріңіздің ай бәрекелді деген бір қошеметтеріңізбенен сахнаның төрінде Күншығарова Күлбаш апайымыз. Күлбаш ханымға бір қошемет беріңіз. Өнеріңіз өрлей берсін, деніңіздің саулығы мықты болсын, Алла қалап, 100-ге келіп сахнаның төрінде жайнап жүре беріңіз.
арнаулы жыры, облыстық зағиптарға арналған арнаулы кітапханашысы Нұрлиева Ақмарал ханымды армансыз күнім болмайды деген әнменен сахнаға шақырсақ деп отырмыз. Сіздердің қошеметтеріңізбенен. Қошеметтеріңіз Нұрлиева Ақмарал ханым. Қошеметтеріңіз. Аллаға шүкір, сырдың елі, жырдың елі тұнып тұрған тоңқойып, өнерпаздарға бай өлке. Қызылорда, Қазақ орда, батыр рухты дүлдүлдер мен бұлбұлдардың аузына құс түстеген керемет ақын сазгерлердің ұлық мекені. Қазақстан бойынша 10 түйір өнерпаз болатын болса, соның 9-ы қызылордалықтар деп біз пайымдаймыз. Оның дәйегі кешегі тамашаның тарланы Құдай берген Сұлтанбаев, КСР-ның халық әртісі, Майдан алаңында батырларға әнменен рух берген Тәжібайқызы Роза,
Бағланова, Есмалайқызы Мәдина Ералиева, Батырхан Шүкенов. Сырдың ері жырдың ері тұнып тұрған Тоңғүйік, сондай жыр жауһардың иесі Кеңес Дүйсекей көкеміздің кереметті өлеңі, өнері «Өгінбе сен». Қалалық мүгедектер қоғамының мінекей артынан келіп тұрған мінекей Әсия ханым, менің ұстазым, бала күнімде сабақ берген, осы кештің өтуінің мұрындық болған, тікелей себепкер болған Әсия апайға қошеметтеріңіз, ұстаз бен шәкірттің орындауына керемет әнді қабылдаңыздар. Бұл ән сіздерге арналады. Бұл ән біздің жүрегімізден орын алған. Тұтастай ұлтымыздың ұлық арқаны Хакім Абай атамыздың сөзі бекер емес. Құлақтан кіріп, бойлалар әсем әнмен тәтті күй. Құлақтарыңызды құршындандырып, жүректеріңізге жол тауып, кереметтей жыр жауһарын өздеріңіздің жүректеріңізге жеткізе орындасын деген ізгі ниетпенен облыстық мүгедектер қоғамының бас қол өнер шебері жүрек сезім әніменен сахна төрінде Ахметова Ғалия ханым. Қошеметтеріңіз. Sen
өлең қалай? Біздерге қошемет аздау сияқты. Рахмет, Алла берекелеріңізді арттырсын. Қазақтың мақтаулысы Сәкен Сейфуллин атамыздың кереметтей өнерін, кереметтей өлеңін сіздердің жүректеріңізге паш еткелі тұрған қалалық мүгедектер қоғамының ділдігі Ернар Аянды тау ішінде әңгімені ортаға шақырайық. Қошемет беріңіз. Тау ішінде Ернар Аян. Өтіп бара жатқан 2025 жыл қандай жыл? Жылан жылы? Жылқы жылы, сосын? Жылан жылы, ит жылы деп атыр. 25 берекелі жыл. Алла қаласа есігімізден төрімізге еніп жаңа 2026 жыл кіргелі тұр. 2025 жыл берекелі жыл. Ұлтымыздың мақтысы Шоқан Уәлихановтың туғанына 190 жыл. Тұтастай ұлтымыздың ұлы көшбасшысы ұлы ақын Құнанбайұлы Абай атамыздың 180 жылдығы. Алаш арыстарының бірі Міржақып Дулатовтың 140 жылдығы. Тікелей Адольф Гитлермен байланысып тұрған сыр мақтаны, бүкіл қазақтың мақтаны Мұстафа Шоқай бабамыздың туғанына
135 жыл. Сырдағы ән падишасы Нартай атамыздың да өмірге келгеніне 135 жыл. Қадыр ақынның туғанына 90 жыл. Дәл осындай мерейтойдың иесі, күллі қазақтың мақтаны, күллі қазақ әндерінің патшасы Шәмші атамыздың биыл туғанына 95 жыл. Өмірде жігерлері мұқалмаған жандарды кереметті әнмен демеп қолдап келіп отырған, Тоғызжолдың торабында орналасқан берекелі Белкөл кентінің клубының өнерпазы Шахкөзов Руслан ағамызды Дүнген қыз әніменен сіздердің қошеметтеріңізбен сахна төріне шақырамын. патша көңіл хандарды, абыройы барларды өзінің рухты әнмен демеп келіп отырған Руслан ағамызға қошеметтеріңіз болсын деп жатырмыз. Енді құрметті бүгінгі кешке келіп отқан тыңдарман, көрермен қауым, біз ары қарай әнге жалғастырамыз, өнерпаздарды бір-бірімен араластырамыз. Құрманай құттық, уәделі жұттық деген кіші жүз әлемнің әдемі қызы, сырдың гүлі, сыр бұлбұлы, әлемнің әдемі қызы Ахметова Жанар ханымды бір Лагадия деген әніменен отаға шақырсақ деп отырмыз. Үнді еліне саяхаттап
Тойбаев. Қошеметтеріңіз. Құрметті көрермендер, құрметті ағайын, құрметті жерлестер, тоғыз жолдың қорабында орналасқан сырдың елінде, жырдың елінде талайлардың бағын ашқан, талайлардың жолын ашқан қасиетті киелі Асқар Тоқмағамбетов атамыздың атына берілген берекелі сахнаның төрінде небір жұлдыздардың кереметтей өнерлеріне куә болып түсті. Бір қошеметтеріңіз.
таңда қалалық мүгедектер қоғамы менен берекелі Белгөл кенді клубы ұжымының бірлесе ұйымдастыруымен жарық еткен жаңа жұлдыздар атты кереметтей кешке сыр дүлдүлі өнердің жанашыры, қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы, өнердің жанашыры Қайроллаев Айдын мырзаны ортамызда қошеметтеріңіз. Қошеметтеріңіз. Елдің ерлері аппақ көшті бастай берсін, өнердің аздар рухтандық әнімен қошлай берсін. Баршамызды демеп кеп тұрған Бөкенбай атамыздың ұлы Айдын мырза жасай берсін, қос оққа алла разы болсын. Қарапайым өмірдің қаһарманына айналған айығы алла разы болсын. Біз енді ары қарай өнерімізді жалғастырамыз. Жүректеріңіздің төрінен орын алсын деген ізгі ниетпенен сахна төрінде Қалқаева Айзердегі Ерқыран күйіменен ортаға шақыртсақ. Қарсы алыңыздар, қошеметтеріңіз. Әрине, ән көңілдің ажары, би көңілдің базары болатын болса, ерекшелігі бар жандардың арасында арнайы сол кісілердің құрметіне өтіп атқан жарық еткен жаңа жұлдыздар кешінде жүректеріміздің төрінен орын алып, құлақтарымыздың құршын қандырып, махаббат әлеміне бір саяхат жасап қайтсын деген ізгі ниетпенен жүрегінде жалыны, көзінде мақтылығы, өр рухты жігерлі өнерпаз Аралбеков Диас інімізді дәл осылай қалпында ұнайсың әніменен ортаға шақырсақ деп отырмыз. Сырдың күміс көмей әншісі. Мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Ерекше жағдайда құрметіне қонаққа шақырған жайы бар. Сол себепті өзімнің күміс көмей әнімді арнап келіп қалған жайы бар. Сол үшін шапағымды ұрып. Құрметті
Қалдиқандар, кеш басталғалы бері өнерпаздары кереметті әндер тыңдап жатсыздар. Мен бағана айттым, биыл Шоқан атамыздың жылы, Абай атамыздың жылы, Аллаға шүкір, арыстардың, алыптардың жылы, солардың қатарында бүкіл республиканың түкпір-түкпірінде мінекей Шәмші атамыздың небір әндері шырқалып, Шәмші атамыздың тойы тойланып жатыр. Мына Диасты хабарлап алып қайта шақырғаныңызға айтуға бұйырмассыздар. Сіздер де бір ерекше серпілісті жасаңыздар. Мен ән бастайын, сіздер менімен бірге, мен сіздермен бірге қосылып бір ауыз сөйлеп айтсақ. Өйткені жаңа ғана бір кісі келіп мені құлағыма салып жатыр, төрде ұйықтап жатқан жандар бар екен дейді. Онда ол кісілерді әнменен ойнайды. Қанекей. Аңсаған бақытым сияқтанып, ай туып келеді қияқтанып, жоқ қараймын сен жоқсың қараймын, кешікпей келемін деп, мен тұрмын елеңдеумен, балауса қыз едің бір кезде, шашыңа ақпай тек байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, таңға дейін телефонмен ойнаған. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жаным, шынарым ай сен тал боларындай, өзіңмен арысың, бойында таныстың, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Әжелер, дауыстарыңыз жаз еді. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Кейін айтам қалғанын. Рахмет сіздерге. Енді біз жіпке тізілген моншақтың көзі құсап, тәспінің тасы құсап, өнердің өнерге, өлеңді өлеңге жалғастырғанда жөн көріп отырмыз. Өр рухты арқасы бар әнші Серік Мырзалы әнімізді сезім әнменен отырған шақырайық, қуанып отырайық. Телефонды тастайсақ, қошеметті қадыр. Серік Мырзалы. Well,
де ән айтуда ерінбеген, мұңайғаны көрінбеген, арбаға жерілгенмен сынақта жеңілмеген біздің Сәкенге қошемет беріңіз. Нөмір 2-ші арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығының дүлдүлі Сәкенге парласып, дуэт болып жақсы әнін орындасын деген ізгі ниетпенен Талсуаттың хан шайымы болашағынан зарғын үмітті күттіріп тұрған Гүлнар қарындасымыз ортамызда қошеметтеріңіз. Қоспалар иесі Сәкенменен гүлген талайларды таңдалсын, Алла өзі нәсіп едіп, мираспенен Құрабай, Төреғали Толқын, Жанболатпен жазғиларыны жолда қалдырсын деп қазақ қойықшылар екен. Алла берекелеріңізді арттырсын, дәл осы орындауда Гүлнар қарындасымыздың 18-де деген әнін қабылдаңыздар. Қошемет беріңіз. Thank you.
орындайтын Қорғанбекқызы Ұлданай. Жарқыраған жүзді мақталардың ізі, текті баба өр рухты Қорғанбектің қызы Ұлданай ханымызға қошемет беріңіз. Ақын серік Тұрғынбектің сөзіне жазылған Марат Омаровтың әні «Жан гүлім». Оны орындайтын қалалық мүгедектер қоғамының ханшайымы, хас сұлуы, арқалы әнші, тігінші, биші, күйші, бүкіл өнерді магнит құсап өзіне тартып жүретін, шаттанып шалқып жүретін, сүт бетінде қаймақтай қалқып жүретін, өнердің арқасында бақыттан бас айналып балқып жүретін Раушан ханым алдарыңызда. Aku
өзі әнші, өнерпаз, ақын, керемет дауыстың иесі. Бағана кереметті кешімізді, кереметті концертімізді бірінші ол өлеңменен ашқан, бойында қадір қасиеті, дуал аузында айтар өсиеті бар, бір әулетті ұйытып отқан кемеңгер ана, Төлегенова Лаура Бағдатхан қызын әкем болса әңгіме орнына шақырайық. Қошеметтеріңіз. Енді біз әрі қарай Серікбай Дулат бүлдіршінімізді сахнаға шақырғымыз келіп отыр. Бұл желтоқсан толассыз оқиғаға толы берекелі ай ғой. Алда жаңа жылымыз келе жатыр. 16 желтоқсан керемет күн білесіздер. Мен енді ортаға Серікбай Дулатты қазақтың сайын даланың сардары, дархан даланың дарабозы
Қайрат Рысқұлбеков ағамызға арнаған арнаумен ортаға шақыртып келіп отыр. Қошеметтеріңіз. Серікбай Дулат, атам десең атыңдар. Көтер ана басыңды, мәйіттерге көрсетпе көз жасыңды. Күнді босқа өткізіп педің, жігітке арман жеткізіп педің. Өз сорын өз жемесе, күнәда таза басым бар, 21-де жасым бар, қасқалдықтай ғаным бар, бостығыдай жаным бар. Атам десең атыңдар, қайрат деген атым бар, қазақ деген сатым, еркек тоқтықларында атам десе атыңдар. Аралбеков Диас. Дәл осылай оңайсыз маған